Сәлем құрметті оқырман. Алақан сызықтарының құпиясы туралы не білеміз? 18 мың әлемді жаратқан Алла тағаланың саналы құлы адамзаттың тіршіліктің қағидалары ұқсас болғанмен, олардың саусақ таңбалары еш уақытта ұқсас келмейді екен. Саусақ терісін қанша рет сыпырсаң да терісі қайта қалпына келген дейді. Бұрынғы саусақ пен алақан сызықтары кез қалпына келіп отырады екен. Сондықтан алақан мен саусақ таңбалары жеке адамның өзіндік кодтық таңбасы болып келеді. Дүние жүзінде қылмыскерлерді тек қана осы таңбалы белгі арқылы анықтайтын болған. Бұл құпияны ашқан ағылшын ғалымдары 1884 жылы ашқан екен. Олар өздігінен ашпаған. Олар сонау 7 ғасырда Құранда жазылған жайт әсер еткен болуы керек. Қасиетті Құранда Алла адамды қайта тірілтуін, оның саусақ сызықтарына дейін құрастыра алатындығын былай дәлелдейді. Кәпір бізді оларды адамдардың қаусаған сүйектері қайта жинай алмайды деп ойлайды. Олай емес. Сүйектерін қара тырнақтарына дейін, саусақтарының ұшына дейін қалпына келтіреді екен. Құранда сүрелерде айтылған. Алланың құдіретті екенін мойындаймыз. Осыдан қолымыздың алақан және саусақ сызықтарында мыңдаған жайттар жатыр. Маңдайға жазған 3 әріптің тағдырлық құпиясы мен өміріміздің басталып және бітетін күніне дейін жазылғанын білсек, алақан мен саусақтың сырын білу өте қажет екен. Алақан мен саусақтың осындай құдіретінің барын білген әлем елінің ғалымдары ғылыми орталықтар құрып, арнайы зерттеулер жасаумен көптен бері шұғылданып келеді екен. Осы саладағы ғылым болып табылатын дерматоглифология ғылымы саласы ғалымдары алақан сызықтарында тұқым қуалайтын белгілер болатынын анықтады. Мәселен, осы бағыттағы зерттеулер дәрігерлерге ұрпақтан ұрпаққа ауысып отыратын ауруларды, сондай-ақ жаңа туған нәрестенің кім екендігін айқындауға мүмкіндік беретінін де дәлелдеген. Шешілмейтін, оқылмайтын нәрсенің жоқтығын осыған қарап айқын білуге болады. Жаңа ғылым дерматоглифология бойынша да ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан хиромантия алақан сызықтарын оқу, яғни хиромантия алақан сызықтарын оқу болып келеді екен. Насихаттайтын адамның мінез құлқы мен қабілеті, денсаулық сипаты атадан балаға жалғасып жататын шындыққа ұласары алыс емес. Хироманттар әр уақытта адамның алақандағы негізгі 3 сызыққа қарап болжамын айтады. Олар өмір сызығы, жүрек сызығы, ақыл-ой сызығы. Суретке жақсылап қарасақ, өмір сызығы, жүрек сызығы, ақыл-ой сызығы. Бұдан басқа біліктегі білезікте де шындықтың негізін болжай алады. Хиромантияда жүрек сызығы мен ақыл-ой сызығы бір-біріне қосылып кетсе, шығыста бұндай адамды бақытты, ал жаңа туған нәрестені келешекте қоғамда беделі зор болып келеді. Антрополог Вильямовская бұрынғы одақтың ғылым академиясының этнография институтында тұрған Будданың 70 мүсінінің 30-ның оң қолында дәл осындай қосылысты сызықтар болғанын хабарлайды. Буддалардың сызықтары осылай болған деседі. Бұндай сызығы бар жас балалар әртүрлі ауруға тез шалдығатыны анықтауға болады. Егер бұл сызық әйелдерде кездессе, онда олардың аналық бездері немесе бүйрегі ауруға шалдыққан. Құрметті оқырман, келесі видеомда сіздер 3 сызық туралы айтып беретін болам. Рахмет.